Быть учителем значит больше, чем просто давать знания. Это значит учить сохранять лицо в любой ситуации. Учить управлять своей энергией. Учить не просто слушать, а слышать. Учить приятно удивлять. И полностью отдаваться любимому делу. И даже когда мир сильно меняется, вы продолжаете передавать знания на расстоянии. В сочетании с определенными предлогами. Не слышу вас. И хотя иногда что-то идет не так, Говорите громче. вы продолжаете делать нас лучше. Звук пропал. Повторите громче. Мам, возьми. Вы продолжаете делать нас добрее. Учителя, спасибо за ваше терпение, понимание и самоотверженность. Уважаемые наши преподаватели, от всей души хотим поздравить вас с Днем Учителя. Желаем вам всего самого наилучшего, чтобы в вашей жизни были широкие, большие процветания, были насыщенные, яркие дни, счастливые дни. Дорогие наши учителя, желаю вам крепкого здоровья, достойных зарплат, любящих, благородных учеников. Уважаемые наши педагоги, поздравляем вас с Днем Учителя. Желаем вам успехов в вашей работе, которая делает мир лучше и добрее. Дорогие преподаватели, группа СД-2111 поздравляет вас с праздником. Құрметті ұстаздар, келіп жеткен мерекелеріңізбен құттықтаймыз. Мы хотим пожелать вам здоровья, терпения. Пусть каждый ваш день будет наполнен яркими событиями. Счастья, море улыбок. Бақытқа толы күндер, сәттілік, өмірдегі бар жақсылық, шабандық табыс, жұмысқа табыс. Хотим сказать вам огромное спасибо за все, что вы делаете для нас. Дорогие преподаватели, и к заключению к нашему видеоролику хочу выразить вам огромную благодарность за все, что вы делаете для нас. Спасибо вам большое. С уважением, группа 2111 СД. Мектептің жүрегі, бала жанның бағбаны. Иә, бұл мектеп мұғалім ұстазға арналған теңеулер. Бұндай мадақтауларды жалғастыра берсек, даналық сөздер тізбегі шексіздікке ұласады. Мерейлі мерекеде дендеріңізге саулық, отбасыларыңызға амандық, істеріңізге сәттілік тілейміз. Ұлағатты есін, шәкірттерін білімдерімен сусындатып, тәлім тәрбие беруде, жақсы қасиеттерін бойына тартып, адамгершілік рухты бағыт-бағдар беруде ұстаздың еңбегі зор. Қазақ тілім, өз тілім, ана тілім. Мұхтар Абай сөйлеген дара тілім. Осы тілдің үйреткен терең сырын Айгүл Серікболқызы әрқашанда біздерге берген біл. Ұстаз, осы сөзде жатырқан ұлылық, осы сөзде таусылмайтын жылылық. Әл-Фараби, Абырай мен Ақаңды осы сөз қойған бізге ұлығып. Ұстаз шебер қисықтарды жөндейтін, тентектерді ақылмен емдейтін, болса дағы малға кедей өмірде бар байлығым, шәкірттерім сен дейтін. Құрметті ұстаздар, сіздерді мерекелеріңізбен шын жүректен құттықтаймыз. Ұстаз болу жүректің батырлығы, ұстаз болу сезімнің ақындығы, азбай тұғын адамның алтындығы. Мұғалім деген ерекше тұлға дарашын, ұмытылмастай көңілден мәңгі қалатын. Мұғалім деген аяулы адам асылжан, шәкірт көңілінде күн болып жайнап жанатын. Күллі өмірін жеткіншекке арнаған, мұғалімді ардақтайды барша жан. Ол мектептен шықпаса да қыс жазы, жемісі оның жердің жүзін шарлаған. Бала десе, ойламайды өз ғамын, көрсем дейді күнге де қол созғанын, шәкірттерінің өзінен де озғанын. Орыс тілді үйренген, үйретуді жөн көрген. Райна Тишибаевна апайымыз ұрпаққа жаңа өң берген. Кешерде бастаймыздар сабағын жаны ашып көңіл бөлген әр балаға Индира Мұхановна сізге алғысымыз шексіз. Дүниемен танысуға берген талай көмегін, физиканы ең маңызды пәннің бірі дер едім. Оны үйреткен Алтынгүл апай. Шынықтырып денемізді әр кезде, қызықтырған денсаулықты күтуге. Дене шынықтыру пәнінен Рауан ағай, сізге де бір Ұстаз, Фариза Оңғарсынова.
Жақсы адам елдің тірегі, байлығы туған халықтың. Шапаған шажар үнемі, көгінде тұрған жарық күн. Сен жастық қамын шертесің, тағдырын ойлап туғаны. Әр үйдің бір-бір еркесін, үйреттің өзің қолға алып. Ұстазсыз жанда сөнбек күн, шәкіртсіз өмір, сусыз жер. Көрінбес ғажап еңбектің, бейнетін кешіп жүрсіздер. Жүректе тұрар жақсының, жаныңнан жалын жігер күн. Ұстазым сенің әр күнің, әр сәтің тұрған бір ерлік. Құрметті Жуан медициналық колледждің тәлімгерлері, сіздерді бүгінгі келіп жеткен сөздер күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Сіздер жас ұрпақтың санасына енгізетін тәлім-тәрбие, үлгі-өнеге өлшеусіз. Бүгінгі еккен дәндеріңіз ертеңгі жемісті күндердің кепілі. Жоғарғы медициналық колледж мұғалімдері, сіздерді осы келіп жеткен мерекелеріңізбен шын жүректен құттықтай отырып, осы азғантай бір шумақ өлеңімді арнағым келіп отыр. Ұстаз деген жарық күні ғаламның, ұстаз деген анасы ол адамның, бүкіл әлем мойындай деген белін, сен де одан адам болып жаралдың. Құрметті жоғарғы медициналық колледж ұжымы, құрметті ұстаздар, сіздерді бүгінгі келіп жеткен мерекелеріңізбен шын жүректен құттықтаймыз. Жанарларыңыз әрдайым нұр шашып, жүздеріңіз күнде күліп жүрсін. Зор денсаулық, ұзақ ғұмыр тілейміз. Ұстаз болу жүректің батылдығы, ұстаз болу сезімнің ақындығы, ұстаз болу көңілдің күн шуағы, азбай тұғын адамның алтындығы. Барлық ұстаздар қауымын күн мерекелерін шын жүректен құттықтаймын. Қоғам мен адамзат алдындағы өлшеусіз міндеттеріңізді ескере отырып, сіздерге өскелең ұрпақтың белгілі өрелі жұмыстарды және Здравствуйте, дорогие наши учителя! От всей души поздравляю вас со Всемирным днем учителя. Особенно вас поздравляю наш любимый куратор Жамиля Жумадиловна. Пусть ваш труд всегда ценится, пусть ваши старания и надежды будут оправданы. Пусть благодаря вам студенты получают крепкие знания. Пусть всегда присутствует в вашей жизни волшебный мир, добра и счастья. Поздравляем наших любимых учителей, замечательных людей, которые посвятили своей работе всю свою жизнь, подарили нам не только знания, но и свою любовь. Ваша работа – это не просто труд, это самое настоящее призвание. Нужно подходить только с открытым сердцем и всей добротой души. Спасибо вам за ваше душевное тепло, за мудрость, за честность и огромное терпение. Хочу сказать преподавателям спасибо за то, что вы учили нас не зря, за то, что мы умеем говорить красиво, за ваши светлые, открытые сердца, за то, что вы терпели и прощали, за то, что вы любили и ругали, за то, что те оценки, что нам завышали, за то, что никогда не предавали. Қоғам мен адамзат алдындағы өлшеусіз еңбектеріңізді еске алып отырып, сіздерге өскелең ұрпақ тәрбиелеудегі өрелі жұмыстар және мемлекеттің гүлденуі жолындағы абыройлы істеріңізге толымды табыс тілейміз. Қызығы мен шыжығы қатар жүретін ұстаздық жолдарыңыз тек өрлеу мен өсуге басталсын. Сіздерді бүгінгі ұстаздар күнімен шын жүректен құттықтаймыз. С прекрасным днем вас поздравляем, студентов нелегко учить. Ваш труд мы очень уважаем, ошибки просим нам простить. Желаем мы лишь вам успехов и много радостных моментов, улыбок больше в жизни, смеха, хороших, умных вам студентов. Всемирный день учителя прекрасен. Виталий, повод вас поздравить с ним. Пусть будет Ұстаз. Осы сөзде жатыр қанша ұлылық, осы сөзде таусылмайтын жылылық. Әл-Фараби Ыбыраймен ақанды осы сөз ғой қойған бізге ұлылық. Ұстаз шебер қисықтарды жөндейтін, тентектерді қолымен емдейтін. Болса дағы малға кедей өмірде, бар байлығы шәкірттерді сенбейтін. Құрметті ұстаздар, сіздерді шын жүректен төл мерекелеріңізбен құттықтаймыз. Сіздерге арманның аяулысын, бақыттың баяндысын, өмірдің қызығын, шәкірттің шабыттысын тілейміз. Ұзақ өмір, қажымас қайрат, таусылмас бақыт, зор денсаулық, қалмас қанат тілейміз. Мерекелеріңіз құтты болсын. Ұстаз ол ұлағатты есім.
шәкірттерін білім-нәрмен сусындатып, тәлім-тәрбие беру, жақсы қасиеттерді бойына дартып, адамгершілік, рухта бағыт-бағдар беруге ұстаздың еңбегі зор болып есептелінеді. Білім көшін жылжытып келе жатқан ұстаздар қауымына құрмет арта бермек. Сіздерді, яғни ұстаздарды бүгінгі кәсіби мерекелеріңізбен шын жүректен құттықтаймын. Көз ілмей ағатырған таңдары бар. Мұғалімдер не деген ғажап жандар. Ғажап жандар жүрегі таза жандар. Еттен емес темірден жаралғандар. Араласып тіршілік тынысына, өзінің де өзгенің тұрмысына. Кейде тіпті асығып киімінде теріс киіп келуші еді жұмысына. Себебі оның көңілі балаларда, себебі оның бар ойы жұмысында. Таң қалмаңыз, күлмеңіз мұнысына. Мұғалім ғой қоғамды ұстап тұрған, сол қоғамда болатын биік қорған. Ұстаз деген жарық күн ғаламның, ұстаз деген анасы ол адамның, бүкіл әлем мойындайды еңбегін, сенде одан адам болып жаралдың. Ұстаздың түсіңін сен тереңнен, бар әлемге еңбегімен еденген, сенің бағың өрге қарай өрлесе, ол да бірге қуанышқа кенелген. Сол арқылы сен де өмірді жалғадың, ізгі ойды ұстаз тілін алғаның. Мақтап болсаң ұстаздардың алдында, ол өзіңнің орындалған арманың. Ұстаз сөзін айтып жүрдік ән қылып,